Әліптомар кесенесі 19 ғасырға жататын сәулет өнері ескерткіші. Мазар Ақмола облысының Қорғалжын ауданының Абай ауылына жақын жерде орналасқан. Елесінде сақталған деректер бойынша Әліптомар Қызылжар өңірінің тумасы екендігі айтылады. Қызылжар жерінде дініне берік, Әліптомар деген дәулетті, тақуа адам болған екен. Мұсылманның бір парызын өтемек болып, жанына ұлын ертіп, Меккеге қажылыққа аттанады. Осы бір игі жолға аттанған Әліптомар тақуа сапардың 5-ші күні аяқ астынан сырқаттанып, қазіргі Абай ауылының тұсына келгенде өмірден өтіп кетеді екен. Ел жұрт жиналып, тақуаны мұсылман дәстүріне сай арулап көміп, жер қойнына тапсырады. Арада біраз уақыт өткен соң, артта қалған ел жұрты жиналып келіп, тақуаның басына мазар тұрғызады. Мазарды салу үшін осы өңірде көп кездесетін ұсақ тастарды пайдаланған. Берік болсын деп жылқының қылын араластырып, өсімдік тамырларының қоспасын құйып, кірпіш соққан. Шикі кірпіш болса да бүгінгінің отқа күйдірілгенінен кем емес. Сайын даланың азынай соққан желімен арқаның ақ жауына шыдап әлі тұр. Мазардың күншығыс жағындағы кірер есігі барлық биіктігіне жететін 2 тірек аралығындағы доға секілді жабыны қуыс етіп салынған. Оның арты тұсының биіктігі шамамен 3 метрден асады. Кесене әдемі көріну үшін ақ пен күңгірттеу түсті кірпіштер алма кезек қаланған. Бүгінгі заманда Әліптомар тақуаның жамбасы жерге тиген жер діни ғибадат орны болып саналады.